Қой бүлдіргенді білетін боларсыз. Алайда қой бүлдіргеннің ем-дәрі екенін білесіз бе? Білмесеңіз төмендегі кеңеске құлақ түріңіз. Қой бүлдіргеннің басты ем болатын аурулары және қолданылуы төмендегідей болады. Тұмаудың қызуына, жұтқыншақ ісіп ауырғанға және жөтелге. Дизентерияға. Жас баланың құлақ асты безінің қабынуына әр жолда жаңа жиналған қой бүлдірген шөбінен 50-100 грамм, кептірілгеннен 25-50 граммды суға қайнатып ішеді, немесе жаңа күйіндегі қой бүлдіргенді езіп жағады. Қой бүлдірген дәрісін қолдану мөлшері 15-50 грамм шамасында болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қой бүлдіргеннің емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.